Жасұланға қарап кәсіпкерлер үлгі алса болады, және осы келе жатқан жас буындарға кәсіпті бастайым деп жүрген азаматтарға осы Жасұланның өмір тарихы үлгі болса деген ниетпен осы фильмді сіздерге шығарып отырмыз. Сол, мен есімім Дастан Жайнақ, тілеймін ашық аспан, сіздермен Жайнақ Дастан. Каналға тіркеліп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бизнес жайлы, жалпы Жасұланның бизнеске келудегі қадамы жайлы кино түсірілетін болады, видео түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Балам, түн ішінде не қылып жүрсің ол жақта? Сені жоғалтып алсам не істер едім? Құдай-ай, қайта аман екеніңе мың да бір шүкір. Жарайды, сіз сабыр қылыңыз енді. Қайта жолы бол. Жолдан мен өтіп барады, көзім түсіп байқап қалдым. Мүлдем байқамасам не болады? Сіз уайымдамаңыз. Балаңыз дін аман, көз алдыңызда ғой. Жасұлан, сенен тезірек жазылып кет. Жарайды аға. Мамаңның рұқсатысыз ауылдың сыртына шықпа болам. Болды аға. Жарай ма? Енді қайталанбайды. Мен қайтайын онда, жақсы. Шай ішпеп пе едіңіз бе? Қызым бара ғой, шай қоя ғой. Әрі болмай қойыңыздар, мен анау үйде қыруар шаруам бар. Соның бәрін бітіруім керек. Таңертең ертемен анау базарға кететінім. Соға дейін шаруаларды бітіріп тастайын деген ғой. Мұрат аға? Базарға барамыз ба? Иә. Мұрат аға, не ғой, базарға мен де барсам бола ма? Балам, қой ұят болады. Саған не бар базарда? Іштен кетпейді, ұят түгі де жоқ. Алып кетем. Шынымен ба? Шынымен? Бірақ сен таңертең ертемен менің қақпамның алдында күтіп тұр, жарай ма? Болды, барам аға. Өзім алып барып, қайтадан алып келем. Бала жас қой, көргісі келеді, білгісі келеді, көрсін, базардың не екенін білсін, сауданы білсін. Сіз уайымдамаңыз, мен өзім әкеліп тастаймын. Кешірек қайтамыз бірақ. Ал, жақсы, мен жүрейін, аман болыңыздар. Сау болыңыз аға. Сізге қарыздармын, тіпті қалай алғыс айтарымды білмей тұрмын. Бүйтіп тұрсыз, қайдағы қарыздар? Жоқ, ешқандай қарыздар емессіз. Мына сіздің балаңыз бар ғой, өте еңбекқор, сондай. Болашағынан үлкен үміт күттіретін бала ғой. Ал, жақсы, аман болыңыздар. Сау болыңыз аға. Жарайды. Ұйықтап қалмай, ерте кел таңертең. Болды аға. Ана машинаны итеріп қыздырамыз ғой, балам. Балам, ай. Айналып кетейін баласынан, айналайын. Қазір ұйықтап тұрғаннан кейін мороженое берем. Ұйықтай ғой. Негізі, ол кезде қиналған кездерде көршілеріміз негізі нан, кейбіреулер анда-санда айран, сүтін беріп тұратын негізі. Біледі олар, бізді өте нашар тұратынымызды. Енді олар күніге бере бермейді ғой. Бір күн берсе, бір күн бермейді. Бермеді емес, беріп тұратын кездер болды, көмектесетін кездер болған көршілердің. Енді біз тату кішкентайынан 9 классқа дейін осындай жағдайды көргенбіз, 9 классқа дейін көршілеріміз асырамайды ғой. Берді олар, бермеді емес, көмектесті енді. Анда-санда енді үйлеріне барып нан сұрайтын кездерде болған, нан бере тұрасыз ба депші. Ал бұл нәрсенің бәрін өзіме сынақ ретінде түсіндім. Мен өскенде бұлай өмір сүрмейтінімді білдім. Бұның бәрі уақытша екені. Үлкейген кезде басқа тірліктермен айналысатынымды білдім. Өйткені мен алимент терсем, алимент терем, темір терем, тату болашақты біліп
жұқа ол кезде только қалың ауыр темірлерді алатын. Жұқа, мысалы, шелек, машинаның крылаларын, бамперлерін, сондай нәрселерді алмайтын ол кезде. Ал мен үйге соны жинайтынмын ғой. Сол кезде үйдегілер ұрсатын. Не істейсің алмайтын темірді? Көршілер де айтатын. Не үйіңді мусорға батсың деп. Көресіңдер ғой, кейін осыны алады деген. Соны жинай беріп, тау қылып жинағам. Тау қылып мусорды жинадым ғой үйге. Ал бірақ 9 классқа дейін ол темірді алмады. Мен 9 классқа көшер кезде үйді сатып алған адамға темірді подарка ретінде үйді алдыңыз, сізге подаркына темірлер. Сәл шыдасаңыз, бұл темірлерді алады, сол кезде өткізіп, өзіңізге керегіне жаратасыз деп тастап кеткен. Ал бірақ 9 классқа шейін ол темірлерді алмаған. Мен енді ары барса 1-2 жылдан кейін алды онынша ол темірді. Керегіне жаратты. Және бір күні Кассармен тауға барамыз. Қазығұрт тауына барамыз. Қазығұрт тауының астында төбесінде Келі тау ғой. Келі жерлерге адамдардың бәрі тесіктерге, әр жерде тесіктер тұрса, тиындар тастап кетеді. Бір күн барам, Кассармен барам. Сөйтсем, ана жерде ақша, ана тесікте ақша, таудың ұшында ана жерде ақша көрем ғой. Қызық қараймын, енді Кассарын көзінше алуға ыңғайсыздандым. Ертесі күні келгесін. Ертесі күні тауға бір өзің шыққасын, бірақ таудың ұшына дейін 7 километр. Аптасына бір мәрте тауға шығатымын. 7 километр туда, 7 километр суда. Бір тауға шыққаным 700 теңге, 1000 теңге сондай жинайтынмын тиыннан. Ал ең көбі бір күні істегенім есімде 1,5 мың теңге істеген күнім болған. Полный таудың тиындарын бәрін жинаған кезде 1,5 мың теңге болған. Ол потолок. Ал стандарт 700-600 сондай теңге табатын 14 километр жүріп. Ал жаяу барып, жаяу келесің. Сол кезде аяқ киімдер дато шыдамай, жыртылып, айырылып кетеді. Ал бірақ менде ол кезде аяқ киімнен выбор болатын. Әрине, қай жақтан выбор болады ол. Мусорда жүресің күнеге. Ол кезде мусорда аяқ киімдер тастап кетеді. Түр-түрін үйге әкеп қоятын. Выбор тұрады аяқ киім ше. Киіп кете беретін болғам ол кезде. Енді тауға барып, сондай кездерім болды. Қалаға күшік апаратын кездерім болды. Күшік апарып сататын кездерім болды. Күшіктен ең потолок көрген күнім ақшам бір күн мынандай жағдай болады. Анашым, не кетіп бара жатырмын? Ай, аптық па бір нәрсе жеп алсайшы? Жоқ, қарным тоқ. Айтпаса Мұрат аға күтіп қалар. Қоя тұр енді. Наны жолда жейсің. Алау. Анашым, мен жолдан иттерімді алып кетем. Кеште келем, уайымдамаңыз. Ақ жол. Абайлап жүр балам. Ей, Мұрат! Кеткем жоқ қой. Кеткем жоқ қой, қойшы сен. Ей, ма, мұнан саған берем деп отырып, жаңа столдың үстінде қалдырып кетіппін ғой. Неменеге асығасың, сен осы? Жәмилә, мен саған қашан қайтам, далада даусың қатты шығарма деп. Көршілердің ұят қой. Қойшы, қайтайым енді сені кетіп қалды екен деп қорқып кеттім ғой. Ма, мұнаны ала сал. Терлеп бара жатсаң, қолыңмен сүртіп жүрме тағы. Мақыл, жарайды. Ақшаңды алдың ба? О, әкең, бәсе бірден ұмытты ме? Ұмытып кет, мақшаны алып шығасашы. Айттым ғой әні саған, айттым ғой, өмірге бірдеңеңді ұмытасың да жүресің. Айғайласаң тағы айғайлат дейді. Мына бір көршілерде бір бәле болды. Осылардың қас қабағына қарап өмір сүретін болды. Қойсайшы, болды, алып шықшы ақшаны. Қойшы әрі. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Айналайын, барсыншы әрі. Ассалаумағалейкум аға. О, Жаслан жау, алейкум ассалам. Кел, әкел. Қазір. Базарға күшік сатуға баратырым да. Мен өзім алдын алып отыра берем. Жарадың. Бұл ауылдың сен сияқты балалар жұмыс істемек түгілі бар ғой.
Көшеден де көрінбейді. Сен бәрінен оздың. Бір жерді ашып қойшы, бір жерді. Күшіктерің барғанша тұншығып қалар. Жақсы екен күшіктерің. Жүр, отыр. Жаслан, Саламатсыз ба Жәмил апай? демде тәуір болып қапсың ғой. Маман қалай, жақсы ма? Иә, бәрі шүкір жақсы. Ма ақшаң. Сау болыңыз апай. Иә, сау бол. Базарда қаңғырып жүре бермей тез қайт. Жарайды. Болды енді, қойш. Жарайды, болды, қайтамыз. Болды, жақсы, жарайды. Өзі бірдеңені өмірге ұмытып жүреді, тағы да айғайласаң айғайлады де. Бәле болды, просто бір көршілерді. Мынау Мұрат емес па? Мұндай әдет жоқ еді ғой, өзінің қатыннан әңгімесі, бізге әңгіме айтушы еді, ақыл айтушы еді. Не болған өзі? Қойшы соны бір. Қоян асырады великан. Бір ай асыраған кейін бар, бір күні қояным ұрланды. Ол өзі қаш кетпеген, сеткін төбесінен ашып алып кеткен көрініп тұр. Ал примерно қай көшім екенін білем. Ал бірақ барып айтатын Жасұлан дұғы қаяқтан болсын. Білет барып бетіне айтамайды, үндемейді. Қорқақ Жасұлан дальше басқа қояндарын асырап жүре берді. Қалаға көп келгендіктен бір күні кукуруз алып сатам дедім. Кукуруздың оптовый, бір қаппен сатылады екен. Пакетпен салынғанмен бір қабы болады екен, оның дәу. Бір қабын, ол жеңіл енді. Бір қабын алып, ол кезде 5-7 класс оқимын ол. Бір қабын алып қалада жерге барып, кукуруз алсаңыз деп жерде жүрем. Бір кукуруз сатамда, бір қап кукуруз қалып кетеді ғой. Ауылға алып кетіп, кукурузға тойғансың ғой, көрші. Ол бизнес емес емінде. Ол банкрот деп қоясың ба? Бизнестегі сәтсіз адам. Иә, сәтсіз адам. Бір кукуруз сатқасы ғой, прикинь. Қалғанның бәрін өзің жеге сал. Болмай ғой. Көп жас кезде айналысқан тірліктер өте көп негізі. Жаслан, Ау. сен кеше анау ауылдың сыртында не үшін жүрдің? Және қандай жағдай болды дедің? Жай. Бөтелкелерімді өткізіп, оның ақшасына өзіміздің ауылдағы дүкеннен нан ала қойын дегенем. Бірақ ауылда нан таусылып қапты. Содан кейін көрші ауылға баруға тура келді. Көрші ауылға бара жатқанында бұзық балдар мені ұрып кетті. Ақшаны тартып алды. Іштен кетпейді. Басым сау, ата-анам алдында. Маған одан басқа бақыт керек емес. Анда-санда қоқыстан аяқ киімдерді алып, соларды киіп тұрам. Соның кесірінен мектепке де барым келмейді. Апайым барлық оқушының алдында кемсітте береді. Үйіміз өртенгелі 4 жыл. Әлі жарық жанар емес. Өрт жарықтың тоғын күйдіріп жүрген. Содан бері жарықсызбыз. Мұрат аға, сізге не болды? Көңіл-күйіңіз түсіп кетті ғой. Жоқ. Көзіме бірдеме кіріп кеткендей болды. Жәмил апайдың ұрысқанына ренжіп отырсыз ба? Жоқ, Жәмил апаң. Қартайғаннан кейін айта береді жеңгең. Әшейін айтады ғой. Сен де қатырасың ей? Жәмила жеңгенің айтқан сөзіне жылап отырсың ба деп. Жоқ ей. Жаслан, сен жарадың балам. Маладессің сен, Жаслан. Сен жарайсың. Нағыз жігітсің. Қазір анау базарға барасың. Анау күшіктеріңді сатасың. Одан соң мысыңды өткізіп болғаннан кейін базардың алдында мені күтіп тұр, жарай ма? Кетіп қалма. Не үшін? Екеуміз де анау үйімізге азық-түлік алуымыз керек. Бірақ менің ақшам азық-түлікке жетпейді ау. Өзіңізге ала беріңіз. Сенен ақша сұрап отқан кім бар? Өзім алып берем. Тек сен анау Жәмила жеңгеңе айтып қойма, жарай ма? Жәмила жеңгеден қорқасыз ғой, қой, Қартайдық қой, қартайдық. Бізде жас болғанбыз. Шіркін, мына сен сияқты
зымырап әрлі бері шауып жүгіріп ойнағанбыз. Қайран уақыт зымырап өтіп жатыр ғой шіркін. Үлкен бір таз итім бар. Жылына 2 мәрте туады. Оның күшіктерін сатам жылына. Және сол қырдан трассадан асқан кезде сай ғой. Сайға түскен кезде таз ит бірде сен көрсе бит қарайды жан-жаға. Фас деген кезде. Жолдың мына беті только мусор, бірақ мына жақта ауыл көрінбейді ғой. Қырдан асу керек та осынша. Сол қырдан асып кеткен тауық, өндіктердің бәрін итім ұстап алатын, тірідей ұстап әкеп беретін. Былай қарасам, иттің өзі, қарашы, иттің өзі бір жемін ұстап алып, егесін әкеп беріп, менімен бөлісіп жейміз да, сонда бізші. Ал қазіргі адамдаршы, өзім ғана дейді ғой. Иттің өзі ақылды екен ғой сонда. Мен қазір түсініп отырмын, прикинь. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсылау үшін кел. Аға, алдында айтып едіңіз ғой, күшік әкелсең 300 теңге алам деп. 300 теңгеден. Так, нема? Мына итің кішкентай ғой. Сен жақсы иттер әкеледі дедің ғой? Не мынау? Кішкентай ит әкелсін. Бұндай иттің құны 200 теңге тұрады. Алмасаңыз алмай ақ қойың. Бұл жерде күшік алатындар көп қой негіз. Інім тоқташ. Тоқтар, тұрады. Мынаны сенің, мына итің сенің. Мына сырттаны бар. Мына жақсы күшік. Бұны 250-ге аламын. Берем десең. Онда келісуге болады. Бола ма? Так. Міне інім. Рахмет аға. Ал. Аға айтпақшы, менде мыс та бар. Аласыз ба? Мыс? Тура 10 келі. Мысың таза ма балам? Әлім? Таза мыс емес қой мынау. Мысты қайықтың алдысың мысты? Қайда алғам, не қыласыз? Әйтпесе өзіме қайтарыңыз. Не қыламыз? Сен қалай істейсің үлкенге? Бар, жоқ. Тоқта. Апақ сақалыңыз бен балам неге алдап тұрсыз, кішкентай қылды. Неге алмайсыз ба? Алатын болсаңыз, ақшасын беріңіз. Алмасаңыз, затын қайтарыңыз балам. Ана жерде тура 10 келі. Маған 100 теңге беруіңіз керексіз. 10 келі ма? 10 келі, я. Мыстың келісі 10 теңгеден. Маған 100 теңге бересіз. Мәдім. Жастыңыз. Күшігін сатып жібердің ба? Өмірім өзгергені 9-шы класты бітіріп, каникулға шыққан кезде мен мусорда жүрмін, ештеңеден хабарсызбын. Алимент теріп, ананы теріп, мынаны теріп, үйге келсем, үйді сатып жүрген, уже көшуге дайындалып заттарды сабатыр. Мен үшін ауыр болып көрінді. Қайға баратынымды, қандай өмір сүретінімді білмеймін ғой. Ленгір, Төле би ауданы Ленгір қаласына көшіп келдік. Домда однокомнатный квартира сатып алдық. Ол кезде ауылдағы үйді сатқанға ол ақшасы жеткен жоқ. $100 ма, $1000 ба? $100 ба? $100 мамамның ағасы доплатаның үстіне қосып, көмектесіп алып берді. Ол жерде көшіп барған себебіміз Ленгірге мамамның ағасының әйелі, жеңгем туберкулез больницаға санитарка кіргізіп қойды. Санитарка жұмысқа кірді мама. Сөйтіп Ленгірге барамыз, домда тұрамыз. Екі дом бір-біріне қарап қойған. Мына домда балдардан мен қана екен, басқа бәрі қыздар екен. Мына домда тоже бір-ақ бала екен, қалғанның бәрі қыздар екен. Енді бала шаға көп, енді кішкентай балдарда. Енді өскенде 9-шы класс бітіргендер да. Ербол деген бала екен. Бір 2-3 күн жүрем,
2-3 күн жүрген кезде сол жерде қыздардың бәрі айтады ғой, Ербол деген бала бар, Ербол деген бала бар деп. Деп жүріп мән бермеймін. 2-3 күннен кейін Ерболдың өзі үйге келеді ғой. Жасұлан деген сен ба, естіп жатырық па? Шықса ойнап қайтайық та дейді. Сөйтіп, ол баланы танымаймын, кейін танысып, үйтіп сөйлесіп жатсақ, 9-шы класс бітіріп қойған бала Қазақстан чемпионы екен. Дзюдода. Ленгірде әжептәуір абыройы бар екен. Сөйтіп, ауылдан келген бала қалаға келген, қаланың әңгімесін айтамайды, ештеңені білмейді. Конкрет айтқанда 0-ден бастап мені полный өзгертті. Қалаға кіммен қалай сөйлесу керек екен, қалай жүру керек екен. Одан кейін енді ол жас баламыз, енді ол Қазақстан чемпионы, күннеге көрісеміз. Мен сол барғаннан бастап сразу дос болып, менің өмірімді өзгерткен, адамдармен сөйлесу, психологиямды полный өзгерткен Ербол деген жігіт. Сөйтіп, Ленгірге 10-шы класстан бастадым, Б классына бардым. Именно Б классында өте сабақ жақсы оқитын балдар екен. И абыройлы балдар екен. Ленгір қаласында 10-шы класстан мектепке барған кезде өз сыныбымда Ленгірде жақсы жүретін Дохабис балдармен дос болдым. Енді ондай клубқа түскен кезде любой адамның духы көтеріледі екен. Сен жаңана күшігін саттың. Ісіңді өткіздім. Сен ол ақшаның бәрін жинап қой. Ертең өзіңе мектепке бірдеңелер аласың, жарайды ма? Жарайды. Азық түлікті мен әперемін саған. Тек жаңа жеңгеңе үштен айтып қойып жүрме, жарайды ма? Болды аға. Мамаң не жақсы көреді сен? Мен мамам ба, алма. Алма жақсы көреді ма? Иә. Аламыз. Ассалаумағалейкум. Маған бір келі помидорыңнан сосын алма. Мама алма жақсы көреді ме? Алмаңнан өлше. Болды, қазір дайындап тұрмын. Свежий ғой бәрі, иә? Иә, свежий, жақсы ғой бәрі. Жақсы. Мен алмаңыз алма деген өзіге. 1 килодан болды. Болды, әкелем. Так, мә, үсті. Сесілон. Так, анам қазір мен саған. Рахмет. Рахмет, ас болсын кеп тұрыңыздар. Бора. Ондай махаббат біреуге ғашық болу, мектепке барып жақсы оқу, жақсы киіну, тазалық. Ондай нәрсе жоқ. Мусорда жүрген бала кір болады. Өзім мен ойым маған ол үйренішті тірлік. Біреумен дос болу деген ондай понятка жоқ. Өйткені мен итім ғана дос, итпен ғана біргемін. Күніге мусорда жүреміз. Анау-мынау теріп, үйге ләж болса, аш болмаудың, бір күн аш болмаудың, ертеңгі күнге нан табудың жолы. Конкрет айтқанда выживание ғой. Қаншыншы класс, бір 4-5 класстан бастап па үйде свет кесіп кетті. Төлейтін ақшамыз жоқ. Только нанға ғана ғой енді. Нан ғана, оны алып, оны сатып, нан жауып, үйтіп. Бір кесіп кеткен светті 5 жылдан кейін қосамыз ғой. 5 жыл светсіз жүреміз. 5 жыл деген ол үлкен уақыт. 5 жылдан кейін барып свет кіргіземіз. Жасуан, нан алмайсың ба? Әшінде біздің магазиннен шықпайтын едің. Наным түгел. Әр апта сайын базарға барып тұрам. Енді маған дүкеннің қажеті жоқ. Бір күн келесің ғой, иттей болыпша нан сұрап. Сол кезде көреміз, күн түс қалады ғой маған. Үйге бір туысқандар келеді. Үйде как раз анам бар үйде. Шай ішіп отырамыз. Бір кезде қалада тұратын туысқандар баласы сахар деп жылайды. Баласы әкесі
қойсай бәрін армен деп жұбатып жатыр. Мен түсінбеймін. Бір кезде сахар дейді. Мен оны түсінбеймін, орысша түсінбеймін, не айтып жатқан. Сөйтіп барып, ол жылап жатқан есімде, бір нәрсені сұрап жатқан түсініп тұрмын ғой. Сөйтіп барып, туысқандар қайтады. Анама келіп айтамын ғой. Мама, сахар деген не ол деймін ғой. Сөйтсем, сахар дегеніміз шайға қосатын ол қант. Көп үйлерде негізі шаймен қант қосып ішеді деп айтады. Сол кезде мен, оказывается, шайға қант қосатынын білем ғой. Ал сол күннің ертесінен бастап мен нанның қасына қант қосуды үйрендім. Нанмен қант қосуды. Енді күніге қант бола бермейді. Ол мусорда шыққан табысқа байланысты ғой. Қанты. Кейбір қазіргі жастардың бәрі пысық негізі. Қатты қуанам. Кішкентайынан қимылдап, кәдімгідей тырысып, өмір сүріп жатады. Мен қайта қатты сондайларды көмектесіп, обязательно бір кішкене дән тастап, бір сөз айтып болсын, қаржылай болса да бір көмектескім келеді. Ол баланың болашағын кәдімгідей қимылдап жатқан кішкентай баланы көрсем, қимылдап жатқан баланы көрсем, кәдімгідей әрекеттеніп жатқан көрсем, оның болашағы мен үшін үлкен бір мәртебе екенін әлден уже соны көре аламын. Жеңіл ол көзіңмен ауыр, келер қолдан